Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен тауық етінен жаркоп дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Бисмиллах деп жұмысымызды бастаймыз. Тауық етіні бөлшектерге бөліп алғанмын мен. Енді қызып тұрған қазанға майымызды құйып, тауық етін салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Жақсылап айналдырып қуырып алған соң, бір ас қасық тұзымызды салып, тағы бір рет айналдырып аламыз. Енді 3 дана пиязымызды алып, оны да қуырылып тұрған еттің үстіне салатын боламыз. Оны да жақсылап қуырып аламыз. Келесі кезекте енді жасыл, қызыл, тәтті бұрыштар, қызанақ, чеснокты бәрін майдалап турап аламыз. Енді турап алған қызанағымызды, тәтті қызыл бұрышымызды, тәтті көк бұрыш, чеснок барлығын салып, тағы да айналдырып қуырып аламыз. Енді жақсылап қуырып алған соң, бір ас қасықта томатымызды салатын боламыз. Енді осындай дәмдеуіштерімізден қосатын боламыз. Паприка, кристалл тұзымыз, кориандр, приправа барлығын кімде не бар соны қоса беретін боламыз. Оларыңызға қарай укроп пенен көк пиязды да салсаңыздар болады. Қазанымыздан қақпағын жауып, енді картопымызды дайындайтын боламыз. Картопты әркім өзінің қалауына қарай бөлшектеп алады. Немесе сіз домалақтай күй салсаңыз да болады. Мен бұл жерде картоптарды бөлшектерге бөліп алдым. Дайын картоптарымызды қазанға салып, бір айналдырып қуырып алатын боламыз. Енді аз мөлшерде үстіне су құйып, баяу отта 45 минутта бұқтырып қоятын боламыз тамағымызды. Мінекей біздің тамағымыз дайын болды. Енді өзіміздің қалауымыз бойынша әрлеп дастарханға тартатын боламыз. Ас болсын.